Мен осы Нұр-Сұлтан қаласында туылдым. Жасым 16-да. Мен Райымбек Батыр атындағы нөмір 50-ші Қызғарыш мектеп-лицейінің 11-ші сынып оқушысымын. Қазіргі таңда қызыл ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жатырмын. Отбасым туралы айтатын болсақ, біз отбасыда 9 адамбыз. Біріншісі мен әкем, анам, 6 бала, сосын және әжем. Жалпы айтқанда біз көп балалы баламыз. Отбасымда балаларда ең үлкені мен боламын. Яғни тұңғышы, ата-анамның мақтанышы, арқауы, сол олардың үмітін ақтаймын деп ойлаймын. 2016 жылы жарнама парақшаларын таратып жүріп, мен өзімнің бірінші табысымды таптым. Сол кезде маған жаныма бір қыз келді, өзінің жарнамасымен. Маған келіп былай дейді: бізде бір ұл бар дейді, ауырып жатыр, халі өте жаман дейді, сізден бір көмек, ақшалай көмек көрсетсеңіз дейді. Сонда мен ойланбастан өзімнің жинаған бар табысымды сол қызға бердім. Сонда мен айттым: егер осы ақша сол балаға кететін болса, мен сол балаға бір көмегімді тигіздім деп ойладым. Сондықтан мен бірінші табысымды қайырымдылыққа жұмсауды жөн көрдім. Ерікті болғаннан бері өмірімдегі көзқарасымды өзгерткен 2 оқиға болды. Оның біріншісі осы Жасұлан ұйымдағы балалармен бірге қосыла отырып, біз балалар үйіне барғанбыз. Сол балалар үйінде біз ән айтып, балалармен бірге би билеп, сыйлықтар ойнатқызып, кішігірім шоу көрсетіп дегендей балалардың бір көңілін көтергіміз келді. Өйткені ол қазір бала ғой, оларға ойнайтын шақ, сондай шақ керек оларға. Ондай балаларды көрсем, мен жан дүниемде ерекше бір толқыныс пайда болады. Осыдан кейін мен үйге келгеннен кейін ойландым: неге бұл балалар біз сияқты толық өмірдің дәмін татпайды деп. Сонда мен ойлана келе өзіме алға мақсат қойдым. Олардың қоршаған ортасымен байланысын, жүріп тұруын жақсарту үшін мен бар күшімді салам деп мақсат қойдым. Алло, Индира, кешіріңіз, біз кеп тұрмыз, ақа. 164 па квартира? 164-та. Мен қазір магазинге шығып кеткен едім. Аха. Барамын, иә? Жақсы. Адам бар. Бізде де кісілер бар де. Деп айтайын, кіре беріңіздер ондай. Жақсы, ақа, кіре береді. Жақсы. Жарайды, енді кішкентайдың бауы беріп болсын. Құдайсы. Қайты. Құттықтап қояйық. Кішкентайдың бауы берік болсын. Өмірден түңілмеңіз деп жатырмын. Кеше қуанып жатырмыз чатта. Солай. Өте қуаныштымыз. Қолдаушыларыңыз бар өмірде. Уайымдамаңыз еш. Ұлым сондай көмек жасап, сондай ерікті дейді ғой. Айналысып, сондай ұйымда жүр. Сосын бізде рахмет. Сол аз да болса енді. Еріктіліктің басты міндеті, менің ойымша, ол қоршаған ортаңдағы адамдарға ең біріншіден жақсылық жасау. Сен айтады ғой, жақсылық жасасаң, ол өзіңе 2 рет 2 еселеп қайтарады. Жақсылық, жомарттылық, адамдарға деген сүйіспеншілігіңді осы ерікті арқылы көрсетсең, сен болашақта нақты бір мықты өз орныңды табалатын адамзат боласың деп ойлаймын. Еріктілік ол әр жасөспірімнің қазіргі таңда міндеті деп санаймын. Біздің осы еріктіліктерге бару себебіміз, мақсатымыз ол осы өзіміздің дүниетанымымызды ұлғайту, және де сонымен қатар осы еріктіліктің өзінің жақсы жерлері осы көп. Мысалы осы оқу ретінде, немесе де достарыңмен мысалы көңіл көтеру, уақыт өткізу, және де осы өзің басқа адамға мысалы көмек берсең, жақсылық жасасаң, ол жақсылық саған өзіңе қайтады. Кірмей тұрып, осы өзім тұйық адам болған едім. Содан кейін өзімді жақсы сезініп,
осы басқа осы достарыммен көп сөйлесе бастаған едім. Өзім ашыла бастадым. Сосын мен ұлымды қолдадым. Ұлыма сен егер де жаңа сабағыңды қоса үлгеріп ала алатын болса, мен қарсы емеспін деп. Бірақ папасы айтты, ол енді ерікті болғаннан кейін көп жұмыстарға, іс-шараларға қатысу керек болды оған. Арасында үлгермей қалмайсың ба ұлыма? Саған апайың кәдімгідей міндеттеп, жүктеп айтты ғой. Маған тапсырды деп жаңағы. Осы біздің мектебіміздің атақ абыройын шығаратындай алтын белгіге бітірсін деп, Майра апайымыз солай айтыпты әкесіне. Маған да сөйлесті. Соған үлгермей қалмайсың ба деп папасы алаңдады ғой енді. Сосын ұлым айтты, жоқ, мен қатысқым келеді, маған ерекше әсер береді деп, бір-екі рет барған кезде өзі жаңағыдай қуанып, сондай не болып келді, ерекше сезіммен келді. Қазіргі кезде менің басты мақсатым мүгедек балаларға жағдай жасау. Өзіңіз білетіндей, көп жерлерде бізде мүгедек балалар толығымен өзінің жағдайын қамтамасыз ете алмайды. Далада жүріп келе жатса да, көзі көрмейтін адам далада өзін жақсы сезініп жүре алмайды. Қорқыныш үрейде болады. Өйткені арнайы Европа елдерінде сияқты, оларда арнайы асфальт қойылмаған. Мысалға айтатын болсақ, өзіңіз білетіндей, қазіргі кезде қарапайым пандус жоқ. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға олар кәдімгі сатымен көтерілу өте қиын жағдай туғызады. Көзі көрмейтіндерге арнайы асфальт төселмеген. Осының бәрі менің жан үрейімді салады. Сондықтан мен мүгедек балаларға көмектесуді жөн көремін. Айналамдағы достарыма айтатынымдай, сіздерге де айтарым, ерікті болыңыздар. Бұның еш қорқынышы, еш жаманы жоқ. Міне сондықтан ерікті болсаңыз, өзіміздің табиғатымызды, қоршаған ортадағы адамдарды жақсылық жасау арқылы біз тек қана өзімізді емес, әлемді жақсарта аламыз деп мен ойлаймын. Біздің мектептегі тәрбие жөніндегі завучымыз Нұраш Фазылғаламқызы бастауымен біз өзіміздің мектебімізде эко-контейнерлар қоя бастадық. Бұл контейнерларда екі түрі болады. Бірінші контейнерге біз бөтелке қалдықтарын, яғни пластиканы лақтыратын болсақ, екінші контейнер ол органикалық заттарға арналған контейнерге жатады. Бұл біздің бастауымыз нәтижелі болды. Көптеген біздің мектеп оқушыларымыз осы эко-контейнерлерге қарап, қоқысты сұрыптауға үйренді. Мен өмірде белсенді өмір салтын ұстанамын. Өзім ән айтқанды, гитара тартқанды, домбыра тартқанды ұнатамын. Вокалға 3 жыл қатысып жүрмін. Көптеген орындар алдым. Сонымен қатар француз тілін меңгеріп жүрмін. 6 жылдай болып қалды. Көптеген жетістіктерім бар. Республикалық, қалалық дегендей. Сонымен қатар бос уақытымда өзімнің інілерім, қарындастарыммен ойнауды жақсы көремін. Отбасыммен қыдыруды, үйде бірге отырып кино қараймыз. Ерікті болу індет емес, ерікті болу міндет. Өйткені ерікті болу арқылы сен өзіңнің айналаңа, қоршаған ортаңа жақсылық жасау арқылы сен өз отаныңа сүйіспеншілігіңді көрсете аласың. Ал егер сен өз отаныңды сүйіспеншілігіңді көрсете алсаң, сен нағыз патриот екеніңді басқа адамдарға толық жеткізе аласың деп мен ойлаймын.